Қазіргі уақытта сіздер байқасаңыздар, бұрынғыдай көп адамдарда осы именно пятый измерениеге өтіп бара жатқан, оянып жатқан адамдардың бойындағы белгілерді мен қазір түсіндірудемін. Осы кезеңде осы пятый измерениеге космический жаңағы ұғымдармен, үлкен түсініктермен өмір сүретін адамдарда байқасаңыздар, бұрынғыдай сіздердің айналаңызда окружениеңіз бұрынғы жоғалып кетуде. Байқасаңыздар, бұрын айналаңызда толып жүрген адамдар қазір жоқ сіздің айналаңызда. Бәлкім сіз жалғызсыз, бәлкім сіздің айналаңызда өте аз адамдар қалды. Және даже сіз бұрынғы адамдармен кездесіп сөйлескеннің өзінде бір тіл табыса алмайтын сияқты, ойларыңыз сәйкес келмейтін сияқты, осындай бір түсініктердің төңірегінде сіз бұрынғыдай ортаға кіріп кете алмайтыныңызды өзіңіз байқасаңыз, сізде онда оянудың белгілері бар деген сөз. Яғни спокойно бір жерге барып, сізге бір жерге барып, ондай шумның ортасында уақыт өткізгеннен гөрі өзіңізбен оңаша қалған, медитация жасаған, өзіңізбен тілдескен көбірек ұнайтын болса, онда сізді кәдімгідей вселенная жаңа кезеңге дайындауда. Дәл осы кезеңнен қорықпаңыз. Өйткені біз көп жағдайда айналамыздағы адамдарға жабыса бастаймыз. Өйткені ол адамдармен біз өзімізді қауіпсіз сезінеміз. Бұрынғы адамдар жанымыздан жоғалып кете бастаған кезде біздің ішімізде кәдімгідей боль орнай бастайды. Неліктен ол адамдар кетіп қалды, құдайым-ай, неге ол адамдар жоқ деген сияқты, либо өзімізді бір жалғыз сезінетін болсақ, сізді жаңа адамдарға дайындауда. Сіз бұрынғыдай бәлкім көп адаммен араласпауыңыз мүмкін, барлық адаммен жақсы қарым-қатынаста қаласыз, барлығымен жылы амандасасыз, бірақ сіз жаңағы жоғарғы измерениеге кеткен сайын сіздің айналаңызда окружениеңізге жаңа адамдар келе бастайды. Сізбен түсінігі, өмірге көзқарасы, құндылығы сәйкес келетін жаңа адамдар міндетті түрде өміріңізге келеді. Олармен сіз бұрын болмаған терең қарым-қатынасқа өте бастайсыз. Мысалға, сіз бұрынғы адамдармен поверхностный отношениеде болсаңыз, бір әйтеуір амандасасыз, сөйлесесіз, бір жерлерде отыратын болсаңыз, жаңа адамдармен сіздің өміріңізге келетін, сіз өскен сайын бұрын болмаған терең қарым-қатынас, бұрын болмаған құндылықтарыңыз сәйкес келгендіктен, бұрын болмаған терең байланысқа өте бастайтын боласыздар. Сондықтан өміріңізде болып жатқан осындай өзгерістерден қорықпасаңыздар екен деп айтқым келеді. Және осы сабақтың алдында, жаңағы жанның жарасы кезінде, сіз осы жарадан өткеннен кейін обязательно сіздің өміріңізге новая энергия келеді. Яғни бұрын обнуление деген, нөлге алып келу деген түсінік бізде 4 жылда бір или 5-6 жылда бір болатын болса, қазір обнуление бір жылдың өзінде бірнеше мәрте болуда. Обнулениеге келген кездегі состояние қандай десеңіздер, ол әрине эмоциональный боль, душевная боль, темные ночи души, энергияның жоғалуы, апатия обнуление кезінде и және сізде ешқандай мотивацияның болмауы. Сізде бұрынғыдай көзіңіз жанып, өзіңізді атып тұрып, жұмыс істейін десеңіз, күшіңіз қалмаған сияқты, сіз әлсіз сияқтысыз, ешқандай жұмыс істеуге желаниенің болмауы. И материальный, тағы да бір обнулениенің көрсеткіші, сізді көп жағдайда адамдарда болады, енді бәріңізде болуға тиісті емес, бірақ именно материальный дүниелікке деген қызығушылықтың азаюы. Яғни бұрынғыдай сіз ақшаға, бір зат сатып алуға деген қызығушылығыңыз жоғалып қалады. И және сіздің бұрынғы триггерлеріңіздің, бұрынғы убеждениелеріңіздің жұмыс істемей қалуы. Сіз бұрынғы убеждениелерге сүйене алмай, өзіңізде бір опора таба алмай қалған сияқты, осындай моментте келген кезде көп адам ойлайды, мен осы сәтте қалып кетем ба? Яғни мен осы сәтте өмірім осылай өте бере ма деген сіздің ішіңізде осындай бір қорқынышты ойлар туындауы мүмкін. Мен сізге уверяю, 100% айта аламын, бұл сәтте қалып кетпейсіз. Обязательно темные ночи душидың артынан жарық күн шығады. Біздің міндетіміз осы күнге жылдам жету болып табылады. Яғни сізде кәдімгідей бұрын болмаған, бұрынғы өміріңізде болмаған бақыт сезімі келеді. Бұрын болмаған сізге эмоциональный
қуаныш сезімі келеді. Бұрын болмаған ақшаңызды көресіз. Бұрын жетпеген жетістігіңізді көресіз. Және бұрын жасамаған адамдармен қарым-қатынаста тереңдікке өтесіз. Сіз адамдармен бұрынғыдан да жақын болғаныңыз сезесіз. Каждый этаптан жаңағы сіздің Садгуру айтпақшы, кармаңыздағы, резервуарыңыздағы боль шыққаннан кейін, одан кейінгі сіздің пайымыңыз, парасатыңыз, даналығыңыз, өмірге деген көзқарасыңыз анағұрлым өседі. Сіз өмірдің көп нәрсесінің бос екенін, иллюзия екенін, яғни өзіңіздің эгоңыздың құрбандығыңызда өзіңіздің жүргеніңізді, босқа жылағаныңызды, сіз кәдімгідей өзіңіздің өткен шағыңызға қарап, болмайтын дүниелерге бас ауыртқаныңызды терең түсінесіз. Яғни сіз өзіңіздің жаңағы темные ночи души арқылы, сіз осындай құн төлеу арқылы жаңа этапқа келесіз. Одан кейін де сіздің өміріңізде боль болмайды, сіздің өміріңізде ешқандай жаныңызды ауыртатын жағдай болмайды деп ешкім айта алмайды. Просто сіздерге осы больді, эмоциональный больді адамзаттың толық оянбайынша сізге боль айналып келуі мүмкін. Мен сізге шын мәнінде ақиқатын айтайын. Менің өзімде бір жылдың ішінде бірнеше мәрте осындай депрессивный, эмоциональный больдардан өтем. Бірақ ол больдардан қалай осознанно, спокойно, расслабленно өту жайлы мен сіздерге түсіндіре кетпекшімін. Өйткені сіз бұл сабақты бекерге сатып алған жоқсыз. Және сіз менің шәкіртім болып, менің алдыма бекерден бекер келіп отырған жоқсыз. Значит, осы ақпаратты сіз естуіңіз керек болып тұр. Бұл ақпарат қазіргі мен айтып жатқан бүкіл адамзатқа, қазіргі қоғамға, бүкіл адамға керек ақпараттардың бірі. Сондықтан кәдімгідей боль келді ма, принимаю, люблю. И сол больдан қашып кетпей проживать етіп сезінуіңіз керек. И настолько менің осы соңғы, енді менің ояну процесім өте соңғы 6 жылда интенсивно болған кезде мен больдің ең терең детілген түрлерінен өттім, қыздар, жігіттер. Сонда бір моменттерде настолько мне было больно, что мен өзімді 16 этаждан тастағым келіп кеткенде моменттер болды. Өйткені невозможно болды да. Қатты больно, қалай мен осылай больмен қалып кетемін, қалай мен өмір сүремін деп ойладым да. Одан кейін ол больдан кейін шыққан жарық сәуле, одан кейінгі алған жетістіктерім, қуаныштарым, эмоцияларымды сөзбен жеткізе алмаймын. Мысалға, каждый больдан кейін менің өмірімдегі қуану деген дүние бұрынғыдан әлдеқайда өседі. Мысалға, бұрын мені қуанту үшін обязательно бір материальный дүние, машина, либо жаңағы ақша керек болатын болса, каждый этаптан өткеннен кейін менің есеуім, даналығым, ақылым кемелденгеннен бөлек өмірден ләззат алуым да анағұрлым өсуде. Яғни мысалға, мені просто бір қарапайым, бір жаңағы мынандай стакан сумен де қуанта алатын жағдайға жетіп келе жатырмын. Сондықтан, егер сізде осындай белгілер бар болатын болса, одан қорықпаңыздар, қайта қуана қарсы алыңыздар. Өздеріңіздің избранный екеніңізді, сіздің осы ғұмырыңызда, осы тағдырыңызда ояну керектігіңізді сезінсеңіз. И осындай моменттерде уделяйте больше себе внимания. Күнделікті обязательно 10 000 шаг деп айтпай қойын, енді 8 000 шаг болса да жалғыз далада жүруіңізге тура келеді. Жалғыз жүре алмасаңыз, қасыңызға адамдар алыңыздар. Обязательно көп адамды қасыңызға ертпеңіз. Осындай моменттерде жалғыз серуендеген сайын, табиғатқа көбірек шыққан сайын, табиғатты көбірек тамашалаған сайын, сіздегі жаңағы состояниеден шығу әлдеқайда жеңіл болады. И осы кезеңдерде сізге көмектесетін бірнеше үнемі айтылатын техникалардың бірі, ол әрине медитация, ол жалғыз серуендеу, визуализация, аффирмация ғана болып табылады. Осы төртеуін үздіксіз жасау арқылы сіз өзіңіздің этабыңыздан жылдам өте бастайсыз. Сондықтан, егер мысалға менің өмірімде жақсы келе жатамын да, ақша тауып жүрем, қуанып жүрем, бір кезде өзінен өзі түсінем, что маған больдің кірген. О, добро пожаловать, новый кезеңге мені Алла Тағала өткізгелі жатыр. Яғни, я с любовью, с благодарностью принимаю. И в этот момент я что делаю? Ол моменттерде мен тоқтаймын.
ешқандай жанталаспаймын. Наоборот, ол моментті барынша осознанно өткізу үшін сіз қайта қорыңызға ақша жинап алғаныңыз дұрыс. Сол моментте бір ай бола ма бәлкім, біреулерде 6 айға ұласуы мүмкін, біреулерде жылдарға ұласуы мүмкін. Жылдам шығу үшін сіз неғұрлым өзіңізді жанталаспай тоқтатсаңыз, өте аз уақытта шығып кете аласыз. Өте аз уақытта. Сондықтан тоқтатыңыз. И сізге Алла тағала, сізге вселенная новая порция знаний, ешқашанда сізге кітаптан ала алмайтын, жаңағы сізге түсініктерді просто так бергелі тұр. Это дар судьбы, это дар Божий. Мен каждый осы больдарымнан алған түсініктеріме я так благодарна, олардың құны баға жетпес. Ол ақшамен өлшенбейтін дүниелер. Өмірге деген көзқарас, құндылықтарымның ауысуы, өмірді басқаша сүру, түсіну деген түсініктерді каждый раз алған сайын, неужели осыншама түсінікті маған берді деп, я достойна этого деп ақыл-тегіл жылаған моменттерім болды. Сондықтан ол дүниелерді прям с благодарностью қабылдауыңыз керек. Вселенная хочет вас остановить, сізге подарка бергісі келіп тұр. Ол подарка – это осознание. Ол подарка – ол түсініктер. Ол подарка – даналық сізге, ұғым бергелі тұр. Сол ұғымдарды алуға тиістісіз. Сондықтан өздеріңізге осындай непонятный, себепсіз боль келді ма, поблагодарите. И осындай моменттерде жалғыз қалыңыз. И мен сіздерге бірнеше қазір больдан шығудың тағы да жолдарын түсіндіретін боламын.